Қасиетті болуының себебі бүткіл адамзат қыздарын тарайды. Қыз келін болады, келін анаға айналады, ал ана әже деген зор дәрежеге жетеді. Осы үшеуі арқылы ұрпақ өсіріліп, адамзат қатары көбейеді. Халқымыздың бойындағы барлық жақсы қасиеттердің тілін, дінін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын немересінен шөбересіне таратушы, дамытушы әрине әйел ана. Бала тәрбиесі игілікті іс. Берері де, сұрауы да, жемісі де мол тәрбие саласының ең өзектісі. Халықта ағаштың түзу өсуін қаласаң, көшет кезінде көмектес, ал үлкен ағашты түзету мүмкін емес деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізеттілік, мейірімділік, яғни адамгершіліктің құнды қасиеттерін бойына сіңіртуге және де өзіне деген сенімділігін артуға ата-ана және мұғалімнің атқаратын рөлі өте үлкен, бізге айдан анық. Бүгінгі бала ертеңгі әке, ал қазіргі қыз ертеңгі анасына қарап тәрбие алады деп босқа айтылмаған. Барлық тәрбие, барлық адамгершілік қасиеттер отбасыдан басталады. Қыз өріс, ұл қоныс деп білгендіктен қыз екем өрісін кеңейтер қыз балаға айрықша көңіл бөлінген. Қыз мінезді кесін, ұл өнерлі кесін дей отырып, қызды қырық үйден тыйым жасалған. Халқымыз қызды қонақ деп төрінен орын беріп, қыздарды алтынның сынағына бағалап өсірген. Жалпы бала тәрбиесіне, соның ішінде қыз бала тәрбиесіне өте көп көңіл бөлінді. Ата-бабаларымыз қызды қырық үйден тыю, қала берсе қара күннен тыю деген мақалға қаншама ой сыйылған. Яғни қыз бала тәрбиесіне тек анасы жауапты емес, бүкіл ауыл, ел жауапты болып отырған. Бала тәрбиесі игілікті іс. Берері де, сұрауы да, жемісі де мол тәрбие саласының ең өзектісі. Халықта ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады. Ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойында жастайынан ізгілік, мейірімділік және адамгершілік құнды қасиеттерін сіңіру жөн. Бүгінгі қыз ертеңгі ана, ол шешеге қарап өсіп бой түзейді. Балаға білім, тәрбие беруде басты тұлға ұстаз болса, оны жалғастырушы демеуші ата-ана және қоғам. Қыз балалардың бойында қандай қасиет болу керек деп ойлайсың? Қыз балалардың бойында инабаттылық, сабырлық, сипайылық, ақыллық деген сияқты қасиеттер болу керек деп ойлаймын. Қазіргі заманда қыз баланың тәрбиесіне ерекше мән беруді қажет етеді. Себебі қыз баланы тәрбиелеу, ұлтты тәрбиелеу деген сөз. Бесігінен жақсы тәрбие алған, үлгі өнеге көрген қыз бала ержеткенде сол әдетін сақтайды. Қыз баланың бойында біріншіден имандылық, сабырлық, адамгершілік, сонымен қатар ақылды болу қажет, шыншылдық. Кез келген ортада өзінде еркін, сыпайы және ұстай білу керек. Ол қыз бала үшін ең керекті қасиеттердің бірі. Театрда қасында отырған адамдарға кедергі келтірмеу керек, өзгені сыйлау керек, ережеге бағыну керек. Қонаққа барғанда қонаққа шақырушы адамның шаңырағын сыйлау керек, құрметіне алғыс айту керек, артық қылық жасамау керек.